Күздің соңғы күндері еді. Аулада сарғайған жапырақтар сыбдырлап, жерді алтын кілемдей жауып жатты. Үйдің алдында ұзақ жылдардан бері бос тұрған пәтердің терезелері кенет ашылып, ішінен жаңа перделер көріне бастады. Көрші-қолаң бір-бірінен сұрап, кім көшіп келді екен деп әңгіме етіп жүр. Сол күннің түстен кейінгі уақыты еді. Асхат жұмыстан ертерек келіп терезеден қарап отырды. Жүк көлігі кіре беріске тоқтап, ішінен жас жігіт пен әйел адам көрінді. Жігіт бір қарағанда салмақты, биік бойлы, кең иықты, дауысы қою. Жанындағы әйел болса, ол Асхаттың назарын бірден өзіне тартты. Орта бойлы, талдырмаш, қалың қара шашы иығына түсіп, жеңіл ғана толқынданып тұр. Көзінде әлдебір жұмбақ жылылық пен суықтық аралас сезім бар. Асхат өзіне өзі, көршім болды ғой енді деп сыбырлап қойды. Кешкісін кіре беріске шығып бара жатып, жаңа көршіні есік алдында жолықтырды. Сәлеметсіз бе деді Асхат жылы жымиып. Сәлеметсіз де болды, сыпайы жауап қатты. Даусы жұмсақ, бірақ анық естілердей. Жаңа көшіп келдіңіздер ғой. Иә, бүгін ғана. Есімім Динара деп қолын сәл көтерді. Асхат сол сәтте оның нәзік білегіне, саусақтарының ұзына бойына көз жүгіртіп үлгерді. Ішінен бір толқу өтті. Динара да Асхатқа бір сәт көз тоқтатып қарады. Жігіттің жүзі өткір, иегі сәл қырлы, көзі қарақаттай терең екен. Бір түрлі таныс, бірақ бұрын көрмегендей сезім туды. Көршілер арасындағы алғашқы әңгіме қысқа ғана болса да, екеуінің ойында бір із қалдырды. Сол түнде Асхат төсекте ұзақ жатты. Құлағында әлі Динараның жұмсақ үні, көз алдынан оның қоңыр көздері кетпей қойды. Өзін-өзі тоқтатпақ болып, ойын басқаға аударғысы келді, бірақ жүрегіндегі әлдебір жаңа толқу маза бермеді. Ал Динара болса, жаңа пәтердің терезесін ашып, қала шамдарына қарап отырды. Бөтен қалада, бөтен үйде, бірақ төменгі қабаттағы көршісінің көзқарасы есінен кетер емес. Ол да бір сәтте жып-жылы, бірақ қауіпті сезімге ұқсас толқын сезді. Ауладағы күзгі жел екеуінің де ойын әр түрлі жаққа жетелеп, бірақ бір-біріне қарай жақындатып келе жатқан еді. Ертеңіне күн салқын болды. Таңғы сағат 9 шамасында Асхат пошта жәшігін тексеруге кіре беріске шықты. Сол кезде жоғары қабаттан қорап көтеріп келе жатқан Динараны көрді. Қайырлы таң деді Асхат даусын жай шығарып. Қайырлы таң деп жауап берді Динара, бірақ бір қолы қораптың салмағынан дірілдей бастағанын Асхат байқап қалды. Мынау ауыр ғой, беріңіз деді ол бір қадам жақындап. Ой, жоқ, өзім деп үлгергенше Асхат қорапты қолынан алып, бірден төмен түсіріп кетті. Қорап жеңіл емес еді. Ішінде кітаптар мен ыдыстардың сылдыры естіледі. Динара артынан келе жатып, оның кең иығына, сенімді қадамдарына еріксіз назар аударды. Пәтердің есігіне жеткенде Асхат қорапты ішке қойды. Динара есікті ашық қалдырған, ішінен жаңа жиһаздың иісі шығады. Терезеден күн сәулесі төгіліп, бөлменің ішін жылтып тұр. Рахмет сізге деді Динара. Ештеңе емес, көршілер бір-біріне көмектеседі деді Асхат, бірақ көзі оның шашынан түскен әлгі бір қиғаш бұрынға еріксіз түсіп кетті. Динара да сәл кідіріп қалды. Шай ішіп кетесіз бе? Деді ол кенет, бір түрлі қысылып. Асхат сәл ойланғандай болды да. Болса ішіп кетейін деп жымиды. Ас үй шағын, бірақ жарық. Асхат үстелге отырғанда Динара шайнекке су құйып жатты. Оның қозғалысы бір түрлі баяу, бірақ сенімді, кейде артына бұрылып Асхатқа қарап қояды. Сіз қалада көптен тұрасыз ба? Деп сұрады ол. 5 жылдай болды деді Асхат, жұмысым осында. Ал отбасыңыз? Асхат аздап жымиып. Жоқ, үйленген емеспін. Осы жауаптан кейін бөлмеде бір сәт үнсіздік орнады. Тек шайнектің қайнаған даусы ғана естілді. Динара шайды қойып отырып көз қиығымен Асхатқа қарады. Оның жанарында жұмсақ, бірақ бір түрлі терең, түсініксіз жылылық бар еді. Асхат сол көзқарастан жүрегі бір сәт шым ете қалды. Олар ұзақ әңгімелесті. Уақыт қалай өткенін байқамай қалды. Асхат кеткен кезде Динара есікті жаппай, дәлізде оның қадам дыбысын біраз тыңдап тұрды. Сол сәтте екеуінің арасында әлдеқашан басталып кеткен, бірақ әлі ешкім мойындамаған бір байланыс бар еді. Кешкілік ауа райы өзгеріп, қала үстін майда жаңбыр басып алды.
Көшедегі шамдар жаңбыр тамшысынан бұлыңғыр көрініп, дымқыл асфальттан әлсіз жылтыр пайда болды. Асхат жұмыстан кеш қайтып келе жатып, подъездің алдында біреудің қол шатырсыз тұрғанын көрді. Жақындай келе, оның Динара екенін аңғарды. «Динара, неге сырттасыз?» деп таңданды ол. «Есігім жабылып қалыпты». «Кілт іште» деп қысылып күліп жіберді ол. «Онда менің пәтеріме кіріңіз, жылынып отырыңыз». Динара сәл ойланып тұрды да, жаңбыр үдеген соң келісім берді. Асхат пәтер есігін ашқанда, ішінен жылы әрі жайлы иіс шықты, жаңадан қайнатылған кофе мен ағаш жиһаздың иісі араласып тұр. Динара аяқ киімін шешіп бөлмеге кіргенде, өзін бір түрлі тыныш әрі қауіпсіз сезінді. Асхат ас үйге кіріп шәйнекті қойды. «Ыстық шай ішесіз бе, әлде кофе ме?» деп сұрады ол. «Кофе болса жақсы болар еді», деді Динара. Ол үстелге отырды. Терезеден жаңбыр тамшыларының үздіксіз сылдыры естіліп тұр. Асхат кружкаларды әкеліп, біреуін оның алдына қойды. «Рахмет», деді Динара кружканы ұстай отырып. Қолдары сәл дірілдеп, ыстық керамика терісін жылтып жіберді. «Суық тигізіп алмадыңыз ба?» деп сұрады Асхат, оның жүзіне тік қарап. Динара көзін тайдырып. «Жоқ, тек білмеймін, бүгін бір түрлі күн болды». Әңгіме жаймен жалғасты. Әр сөз, әр пауза, әр көзқарас олардың арасында бір белгісіз тартылыс тудырды. Асхат оның иығына түскен шашты байқап қалды, қолын созып түзеп бергісі келді. Бір сәтін тоқтап қалды. Динара да оның жанында өз жүрек соғысын сезіп тұрғандай еді. Әр қимылын аңдып, әр сөзін тыңдаудан шаршамай отырды. Кеш созылып, жаңбыр басылғанда Асхат Динараны шығарып салды. Екеуі есік алдында бір сәт үнсіз тұрды. «Рахмет», деді ол жай ғана. «Көршілер ғой», деп күліп қойды Асхат, бірақ сол күлкінің астында әлдеқайда терең, ашылмаған сезім жатты. Келесі бірнеше күнде Асхат пен Динараның арасы бұрынғыдан да жылы болып кетті. Бұрын олар тек сыпайы көрші ретінде амандасса, енді әр кездескенде бір-екі ауыз сөз айтып, қалжыңдасып та қоятын болды. Динара кейде дүкеннен келе жатып Асхатқа кішігірім тәтті әкелетін әдет шығарыпты. Ал Асхат болса, жұмыстан қайтқанда оның подъездің алдында тұрғанын көрсем екен деп ойлайтын болып жүр. Бір күні кешке Динараның есігі қақылды. Ол есікті ашқанда қолында 2 пакет ұстап тұрған Асхатты көрді. «Пицца алып қойдым. Жалғыз жегім келмеді, бірге отырайық», деді ол жымиып. О, жақсы идея екен деп күліп, оны үйіне кіргізді. Пәтердің іші жылы әрі жұмсақ жарықта еді. Үстелге пицца қойылды, екеуі ыстық шай құйып жайғасып отырды. Әңгіме арасында күлісіп, өткен өмірлерінен сыр шертіп отырды. Асхат Динараның ашылып отырғанына риза болды. Ол бұрын тек көрші қыз ретінде таныған әйелдің ішінде қанша сезім, қанша әдемі мінез жатқанын байқап отырды. Кейде адамдар өміріне кездейсоқ кіріп келетте, бәрін өзгертіп жібереді, деді Динара, көзін кружкаға қадап. Асхат үнсіз ғана оған қарады. Бұл сөздер тек әшейін айтылған сияқты болғанмен, оның жүрегіне тікелей жеткен еді. Кеш ортасында жарық сөнді. Динара таңырқап. «Свет өшті ме?» деп орнынан тұрды. «Иә, аулада жөндеу жүріп жатыр шығар», деді Асхат. Пәтерді бірден қараңғылық басты. Терезеден түскен әлсіз ай жарығы екеуінің бейнесін сыздықтап қана көрсетті. Асхат қалтасынан телефон шығарып шамын жақты. «Қараңғыдан қорықпайсыз ба?» деп сұрады ол. «Жоқ, бірақ тым тыныштықтан біртүрлі күйде боламын», деді Динара ақырын. Олар бір-біріне жақынырақ отырды. Асхат шамды үстелге қойды, бірақ жарық олардың жүздерін жартылай ғана көрсетіп тұрды. Бұл жартылай жарық, жартылай көлеңке жағдайда одан сайын интимді етті. Асхат оның қолының үстіне өз қолын жай қойды. Динара сәл ғана демін ішіне тартып, бірақ қолын тартып алмады. Сол сәтте екеуінің арасында еш сөзсіз түсінік пайда болды. Жүрек соғысы жиілеп, әр секунд ұзарып кеткендей болды. Терезеден жаңбырдың тамшысы баяу сырғып, әйнекке тырс етіп тиді. Асхат Динараның жүзін анық көргісі келгендей сәл жақындады.
Динараның демі жылы еді, иісінен жаңа ғана ішкен жалбыз шайының хош иісі сезілді. Ол да Асхатқа көзін қадап, үнсіз ғана отыра берді. Мүмкін біз деп Асхат бір нәрсе айтпақ болды да, тоқтап қалды. Асхат деді, Динара жай ғана, дауысы дірілдеп шықты. Олар әлі ештеңе істемеді, бірақ араларындағы ауа қалыңдап, бір сәтте бәрін өзгертуге дайын еді. Асхат пен Динара қараңғы бөлмеде үнсіз отырды. Жарықтың өшкеніне біраз уақыт болса да, екеуінің де орнынан тұратын ойы жоқ. Керісінше бұл тыныштық пен әлсіз жарық оларды бір-біріне одан сайын жақындатып бара жатқандай еді. Асхат оның қолын ақырын қысты. Динара да қолын тартып алмады, бұл үнсіз рұқсат еді. Сыртта жаңбырдың дыбысы баяу сыңғырлап, бөлмедегі ауаны жылы, жұмсақ бір сезімге толтырды. Сіз қызық адамсыз, деді Динара ақырын. Неге? Деп жымиып сұрады Асхат. Жай ғана. Келгеніңізден бері бәрі өзгерді, деді ол, даусы әлсіз ғана естіліп. Асхат оның сөзінен бір жылылық сезді. Ол орнынан сәл еңкейіп, Динараның жүзіне үңілді. Ай жарығы оның көздерін одан сайын терең, тіпті аздап мұңлы етіп көрсетіп тұрды. Динара, деді Асхат жай ғана, бірақ одан артық сөз айта алмады. Сол сәтте екеуінің арасы бірнеше сантиметр ғана болды. Динара көзін төмен түсіріп, ернін тістеді. Бұл іштей толқу мен әлсіз қарсылықтың белгісі еді. Асхат асықпай, ешқандай күрт қимылсыз, оның бетінен бір тал шашын ақырын шетке сырып қойды. Ол қимылдың өзі электр толқыны сияқты әсер етті, Динараның денесі сәл дір ете түсті. Тыныштық созыла түсті. Тіпті жаңбырдың дыбысы да алыстап кеткендей болды. Асхат оның демінің ырғағын сезіп, жүрек соғысын естіп тұрғандай еді. Мүмкін біз деп ол тағы да бір нәрсе айтпақ болды, бірақ сөзін аяқтамады. Динара оның көзіне тік қарады. Бұл қарас, рұқсат қана емес, шақыру сияқты еді. Асхат өте баяу, асықпай жақындады. Оның ерні Динараның еріне тиер-тиместен тоқтап қалды. Сол сәтте Динара көзін жұмып ақырын ғана сыбырлады. Қорқамын. Неден? Деді Асхат. Өзімнен, деп ол өте ақырын жауап берді. Бұл сөз Асхатқа бәрін түсіндірді. Екеуінің арасындағы қашықтық бір сәтте жойылып, еріндері түйісті. Алғашында бұл өте нәзік, сынап көргендей сүйіс болды. Бірақ бір сәттен кейін екеуінің де ішіндегі ұзақтан бері жиналған сезім бірден жарық көрді. Асхат оның бетін екі қолымен ұстап, сүйісін тереңдете түсті. Динара да қолын оның мойнына орап, өзіне жақын тартты. Уақыт тоқтап қалғандай еді. Сырттағы жаңбыр қаттырақ жауа бастады, бірақ бөлмеде тек екеуінің тынысы мен жүрек дүрсілі естіліп тұрды. Сүйіс аяқталған сәтте екеуі де бір сәт үнсіз қалды. Динара ақырын ғана басын Асхаттың иығына қойды. Оның демі әлі де жиілеп тұрды, жүрек соғысы анық сезілетін. Асхат оның арқасынан жай ғана сипап, еш сөз айтпады. Сол үнсіздік екеуіне сөзден артық нәрсе жеткізіп тұрды. Асхат, деді Динара бір сәттен соң, даусы өте әлсіз шықты. Иә. Бұл дұрыс емес қой, деп ол жым-жылас қалды. Асхат оның шашынан бір уыс ұстап, саусақтарының арасынан өткізіп жіберді. Мүмкін. Бірақ қазір сен де, мен де оны ойлап тұрған жоқпыз, деді ол жай ғана. Динара көзін жұмып, терең дем алды. Ол өзінің ішкі даусын естімеуге тырысты. Ми тоқта десе де, жүрегі мен денесі мүлде басқа әуенде еді. Асхат баяу оның қолынан ұстап, еденге жайылған жұмсақ көрпеге отырғызды. Жарық жоқ, тек терезеден түскен әлсіз ай сәулесі бөлмені бозғылт жарыққа бөлеп тұр. Сен маған алғаш көргеннен ұнадың, деді Асхат күтпеген жерден. Сіз не айтып тұрсыз? Динара сәл күліп, сәл ұялып бетін бұрып әкетті. Шындықты, деді Асхат, оның иегінен ақырын ұстап, бетін өзіне қаратты. Динараның көзі жарқырап, бірақ ішінде бір күрес бар екені анық сезілетін. Сол сәтте Асхат өте баяу еңкейіп, оның мойнына ернін тигізді. Бұл қимыл Динараның бүкіл денесін дір еткізді. Ол бір сәт қарсыласайын деді, бірақ Асхаттың қолы белінен орай бергенде әлсіз қарсылықтың бәрі жойылды. Тынысы жиілеп, қолдары еріксіз оның арқасына, иығына жылжып бара жатты. Асхат асықпай, әр қимылды сезініп, оның денесінің әрбір реакциясын байқауға тырысты.
Динараның демі араларындағы ауаны ысытып, бөлме іші бір сәтте тым тарылып кеткендей болды. Сыртта жаңбырдың дыбысы бір ырғақпен соғып тұр, ал бөлмеде екеуінің бір-бірін іздеген қимылдары ғана сезілетін. Асхат оның құлағына еңкейіп, «Айтшы, тоқтайық па?» деді. Динара көзін жұмып, өте баяу ғана басын шайқады. Асхат оның шашын баяу тарамдап, саусақтарының арасынан өткізді. «Сенің есің ауылдағы жаңбырдан кейінгі ауаны еске салады», деді ол сыбырлап. Динара күлімсіреді, бірақ бір сәтте күлкісі сөнді. «Асхат, бізді біреу көріп қойса. Қазір тек сен екеуміз ғана бармыз», деп Асхат оның сөзін бөліп бетін сипады. Ол Динараның иығына қолын қойып ақырын ғана төсегіне отырғызды. Терезеден түскен ай жарығы оның мойнын, иықтарын айқындап тұрды. Асхат асықпай оның қасында отырып көзін ұзақ қарады. «Сенің көзіңнен бәрін оқи аламын», деді ол. «Не оқып тұрсыз?» «Қалауды». Динара басын төмен салды, жүрегі кеудесін жарып шығатындай дүрсілдеп тұрды. Сол сәтте Асхат оның иегін көтеріп, еріндерін ақырын ғана тигізді. Бұл сүйіс баяу, бірақ ішінде от бар еді. Олар бір-бірінің демін сезіп, әр секундтан ләззат алуға тырысты. Асхат қолын оның беліне қойып ақырын ғана жақындата түсті. Динараның қолдары еріксіз оның мойнына оралды. Сыртта жаңбырдың сіркірі, бөлмеде тек жүрек соғысының дыбысы. Уақыт тоқтап қалғандай. Асхат сыбырлап, «Сен қазір кет десең, мен кетемін», деді. Динара көзін жұмып, тынысы ауырлады. «Қал». Бұл бір сөз бәрін өзгертті. Асхат оның бетінен, мойнынан, иықтарынан біртіндеп сүйіп, әр қимылды сезініп асықпай жалғастырды. Динара да енді қарсыласқан жоқ. Ол сәл дірілдеп Асхаттың әр жанасуына жауап беріп тұрды. Бөлмедегі ауа ауырлап, бір сәтте сырттағы әлем мүлде жоқ болып кеткендей болды. Тек тыйым салынған, бірақ өте тәтті сәт. Асхат Динараның жүзіне ұзақ қарап отырды. Оның көздерінде бір мезет қорқыныш, бір мезет қалаудың оты жанып тұрды. Бұл көзқарас Асхаттың есін алып, жан дүниесін дүр сілкіндірді. «Сенің жанында бәрі басқаша», деді Асхат, оның саусақтарын өз алақанына қысып. «Асхат, біз бұны істемеуіміз керек», деді Динара, бірақ дауысы сенімсіз шықты. Асхат ақырын ғана оның алақанын ерніне тигізді. «Бірақ сен қазір кет десең». «Жоқ», деп Динара сөзін бөліп жіберді, даусы сыбыр болса да анық естілді. Ол сәл алға еңкейіп, Асхаттың мойнына бетінің ұшын тигізді. Жүректері бірдей ырғақта соғып тұр. Асхат қолын оның беліне қойып ақырын ғана өзіне тарта түсті. Динара енді қарсы тұрмады, тек демі жиілеп көзіне жас іркіліп тұрды. Бөлме ішін жылы тыныспен терезеден түскен түнгі айдың жарығы толтырды. Олар асықпай бір-бірінің демін сезіп, үнсіз ғана тілдесіп отырды. Асхат оның иықтарын сипап, мойнынан сүйіп өтті. Әр жанасу Динараның денесін жеңіл дірілдетіп жіберді. «Неге мені сонша аңсадың?» деп сұрады ол сыбырлап. Асхат көзін жұмып, «Себебі сен менің ең үлкен қателігім әрі ең тәтті сезім», деді. Сырттағы жаңбыр күшейе түсті. Терезеге соққан тамшылардың дыбысы олардың демалуымен бір ырғақта секілді. Асхат енді тоқтамады. Ол Динараның әр қимылын, әр тынысын баяу сезініп, әр секундты ұзартуға тырысты. Динара да енді өзін толық ұмытқан, тек сол сәттің ләззатына берілген. Қолдары Асхаттың арқасынан сырғып денесін қаттырақ қысты. Бөлмеде тек екі жүректің дүрсілі мен жаңбырдың сіркірі қалды. Бұл олардың құпия әлемі, ешкімнің естімеуі тиіс сәт. Сол түні уақыт тоқтап қалғандай болды. Динара терезеге қарап тұр, жаңбырдан кейінгі ауа дымқыл, түннің иісі сезіледі. Асхат үнсіз оның қасына келіп иығына курткасын жапты. «Суық тиет», деді жай ғана. «Суық маған емес, басқа нәрсеге тиіп жатқан сияқты», деп Динара оған бір сәт көз тастады. Асхат оның көзқарасынан бәрін түсінді. Бұл іштегі дауылдың белгісі. Олар бір сәт үнсіз қалды. Сыртта көше шамы сәл жыпылықтап, бөлмеге әлсіз жарық түсірді. Асхат жай ғана оның қолын ұстап, саусақтарын баяу сипай бастады. Динараның тынысы өзгерді. Жүрегі дәл құлағының түбінде соғып тұрғандай сезілді. «Сен қашаннан бері осылайсың?» деп сұрады Динара.
Саған келген күннен бері, деді Асхат, бір сәтте көзін алмай. Оның даусы төмен, жылы, бірақ біртүрлі қауіпті естілді. Динараның денесі жеңіл дірілдеп өтті. Асхат ақырын ғана оның бетінен сипап, шаштарын артына ысырып, иегінен көтерді. Көздері бір-біріне қадалып, екеуі де демін ішіне тартып қалды. Олар бір-біріне жақындаған сайын арадағы жылу арта түсті. Сырттағы жаңбырдың дыбысы алыстап кеткендей, тек өздерінің жүрек дүрсілдері ғана естіліп тұр. Асхат оның мойнынан сүйді. Динараның саусақтары оның иығына, кейін мойнына, ақырында арқасына сырғып түсті. Әр жанасу ұзақ, әдейі баяу болды, уақытты созып, әр сәтті есте қалдыру үшін. Динара көзіне жас алғанын сезді, бірақ неге екенін өзі түсінбеді. Мүмкін бұл бақыт, мүмкін қорқыныш. Асхат оны құшағына қысып бір сәт босатпай тұрды. Бізге кері қайтар жол жоқ, деді сыбырлап. Сол түнде олар ештеңе ойламауға тырысты. Болашағы, салдары, адамдардың сыбыры бәрі сыртта қалды. Тек екі адамның арасына сыйған тыйым салынған құмарлық, ыстық дем және үнсіз түсінік қана қалды. Таңғы сағат 5. Жарық перденің арасынан еніп бөлмені бозғылт түске бояй бастады. Динара ұйықтамаған. Ол Асхаттың жанында жатыр, бірақ көзін жұмбай, төбеге қарап ойға шомған. Түнде болған нәрсе ойынан кетпейді. Жүрегі әлі де соққысын бәсеңдетпей, бір түрлі қорқыныш пен ләззаттың арасына қамап қойған. Асхат тыныш ұйықтап жатыр. Динара оның жүзіне қарап, әр қырын есіне сақтап алғысы келді. Себебі сезімінің түбінде бұл соңғы рет екенін білетіндей. Ояусың ба? Деді Асхат көзін ашпай-ақ. Иә, деді Динара, даусы сәл дірілдеп. Асхат оның қолын ұстап, саусақтарын өз алақанына қысты. Өкінесің бе? Білмеймін, жүрегім өкінбейді. Ақылым мүмкін өкінер. Олар бір сәт үнсіз қалды. Тек сағаттың тықылы мен алыстан естілген құстардың үні ғана бар. Асхат ақырын еңкейіп оның маңдайынан сүйді. Егер бұл қателік болса, мен оны әдейі жасағым келеді, деді ол. Динара көзіне жас алды. Сен білесің ғой, бізге мұны ешкім кешірмейді. Маған бәрібір, деді Асхат, мен тек сенімен болғым келеді. Сыртта көше баяу оянып жатыр. Көршілердің есік қағуы, біреудің дүкенге асыққаны, алыстан өткен автобус, бәрі қалыпты өмірдің белгісі еді. Бірақ олардың бұл бөлмесі басқа әлем сияқты. Асхат орнынан тұрып, ас үйге барып, екеуіне шай қойды. Динара оның артынан қарап тұрды да, бір сәтте басын жастыққа көміп, үнсіз жылап жіберді. Ол біледі, бүгін кешке бәрі өзгереді. Апайы келуі мүмкін. Сөздер, айқай, айыптаулар. Сол сәтте бәрі аяқталады. Асхат шайды үстелге қойып қайта келді. Маған бір уәде берші, деді ол. Қандай? Не болса да сен мені жек көрме. Динара оған қарап күліп жіберді. Бірақ ол күлкіде қуаныштан гөрі мұң көп еді. Сен менің өмірімдегі ең тыйым салынған, бірақ ең тәтті жаңылығымсың. Олар тағы бір-біріне жақындап құшақтасты. Бұл құшақ бұрынғысынан өзгеше болды, ауыр, баяу, қоштасуға ұқсас. Сол күні екеуі көп сөйлемеді. Тек үнсіз отырып, бір-бірінің демін сезіп, соңғы сәттерін созуға тырысты. Күн көтерілгенде Динара орнынан тұрды. Мен дайындалуым керек, деді ол сыбырлап. Жарайды, деп Асхат жай ғана жауап берді. Екеуі бір-біріне ұзақ қарады. Сосын Динара есікке беттеді, бірақ соңғы қадамында артына бұрылып, егер қайта кездеспесек, мен сені ұмытпаймын, деді. Есік жабылды. Бөлмеде Асхат жалғыз қалды. Ол терең дем алып көзін жұмды, дәл қазір жүрегінде бос кеңістік пайда болғандай еді. Күн кешкісін ауырлап, ауа қоюлана түсті. Асхат үйде жалғыз отыр. Терезеден сыртқа қарап, ішіндегі алай-дүлей ойды тыныштандыра алмайды. Телефонына қайта-қайта қарап, Динарадан бір хабар күткенмен экран үнсіз. Кенет есік сарт етіп ашылды. Таныс дауыс, бірақ онда бұрынғыдай жылылық жоқ. Асхат, деді Гүлмира, яғни оның әйелі, ашуға булығып. Асхат орнынан тұрып үлгермей, ол бөлмеге кіріп келді. Көздері оттай жанып, қолында бір бума суретпен қағаз бар. Мынау не? Деп айқай салды ол, Асхаттың алдына бір фотосуретті лақтырып.
Асхаттың жүрегі су ете қалды. Суретте ол мен Динара бақта бірге күліп тұрған сәттері. Оның үстіне бейнебақылаудан түсірілгендей көріністер, бірге дүкеннен шыққан, подъезде әңгімелескен, тіпті бір пәтерге бірге кіргендері. Жауап бер, деді Гүлмира даусының дірілі ашу мен сатқындықтың қоспасы еді. Бұл жай ғана деп Асхат сөз таба алмай қалды. Жай ғана ма? Деп оның сөзін бөліп жіберді. Сен менің сіңліммен жүрдің бе? Асхат, сен ақылыңнан адастың ба? Асхат үндемеді. Оның үнсіздігі бәрін мойындағандай болды. Сол сәтте Гүлмираның көзіне жас толды. Мен сені адам деп жүріппін. Біз үй болдық, мен саған сендім. Ал сен менің қанымдай жақын адаммен. Динара дәл осы кезде бөлмеге кірді. Ол жағдайды көріп бір сәтке қатып қалды. Апа, деді сыбырлап. Гүлмира оның бетіне тік қарап көзінен найзадай өтетін қарасымен. Сен менің сіңлім екеніңді ұмыттың ба? Бізді жер қылатын нәрсе жасадың, деді. Мен кешірші, деп Динара жылап жіберді. Кешірші дейсің бе? Деп апайы айқай салды. Сен менің үйімді, менің күйеуімді. Ашу басым болғандықтан ол сөзін аяқтай алмай, қолындағы суреттерді екеуінің бетіне лақтырып жіберді. Бөлменің еденінде суреттер шашылып жатты, әрбірі олардың тыйым салынған сәттерін еске салатындай. Асхат бір қадам жақындады. Гүлмирамен. Жақындама, деп ол артқа шегінді. Бүгіннен бастап сен менің күйеуім емессің. Динара апайына жүгіріп құшақтағысы келді, бірақ Гүлмира оны итеріп жіберді. Сен мен үшін енді жоқсың, деді ол. Екеуің де менің өмірімнен өштіңдер. Сол сәтте үй ішіндегі ауыр тыныштық тек Динараның жылаған даусымен бұзылды. Асхат оның жанына барып қолынан ұстады. Кеттік, деді ол. Олар екеуі есікке қарай жүрді. Гүлмира соңғы сөзін айтты. Бір-біріңді қанша жақсы көрсеңдер де бақытты болмайсыңдар. Себебі сендер біреудің көз жасымен басталған махаббатсыңдар. Есік жабылды. Сыртта күздің салқын желі беттерін қарып өтті. Асхат пен Динара үнсіз көшеге шығып, бір-бірінің қолын қысып, бірақ көздері екеуінде де қайғы мен қорқыныш. Сол сәтте екеуі сезді. Осы махаббат енді оларды сақтамайды. Тек тырнағы батқан жара сияқты өмір бойы еске түсіп тұрады. Күн кешкісін ауырлап, ауа қоюлана түсті. Асхат үйде жалғыз отыр. Терезеден сыртқа қарап, ішіндегі алай-дүлей ойды тыныштандыра алмайды. Телефонына қайта-қайта қарап, Динарадан бір хабар күткенмен экран үнсіз. Кенет есік сарт етіп ашылды. Таныс дауыс, бірақ онда бұрынғыдай жылылық жоқ. Асхат, деді Гүлмира, яғни оның әйелі, ашуға булығып. Асхат орнынан тұрып үлгермей, ол бөлмеге кіріп келді. Көздері оттай жанып, қолында бір бума сурет пен қағаз бар. Мынау не? Деп айқай салды ол, Асхаттың алдына бір фотосуретті лақтырып. Асхаттың жүрегі су ете қалды. Суретте ол мен Динара бақта бірге күліп тұрған сәттері. Оның үстіне бейнебақылаудан түсірілгендей көріністер, бірге дүкеннен шыққан, подъезде әңгімелескен, тіпті бір пәтерге бірге кіргендері. Жауап бер, деді Гүлмира даусының дірілі ашу мен сатқындықтың қоспасы еді. Бұл жай ғана, деп Асхат сөз таба алмай қалды. Жай ғана ма? Деп оның сөзін бөліп жіберді. Сен менің сіңліммен жүрдің бе? Асхат, сен ақылыңнан адастың ба? Асхат үндемеді. Оның үнсіздігі бәрін мойындағандай болды. Сол сәтте Гүлмираның көзіне жас толды. Мен сені адам деп жүріппін. Біз үй болдық, мен саған сендім. Ал сен менің қанымдай жақын адаммен. Динара дәл осы кезде бөлмеге кірді. Ол жағдайды көріп бір сәтке қатып қалды. Апа, деді сыбырлап. Гүлмира оның бетіне тік қарап көзінен найзадай өтетін қарасымен. Сен менің сіңлім екеніңді ұмыттың ба? Бізді жер қылатын нәрсе жасадың, деді. Мен кешірші, деп Динара жылап жіберді. Кешірші дейсің бе? Деп апайы айқай салды. Сен менің үйімді, менің күйеуімді. Ашу басым болғандықтан ол сөзін аяқтай алмай, қолындағы суреттерді екеуінің бетіне лақтырып жіберді.
Бөлменің еденінде суреттер шашылып жатты, әрбірі олардың тыйым салынған сәттерін еске салатындай. Асхат бір қадам жақындады. Гүлмирамен. Жақындама. Деп ол артқа шегінді. Бүгіннен бастап сен менің күйеуім емессің. Динара апайына жүгіріп құшақтағысы келді, бірақ Гүлмира оны итеріп жіберді. Сен мен үшін енді жоқсың, деді ол. Екеуің де менің өмірімнен өштіңдер. Сол сәтте үй ішіндегі ауыр тыныштық тек Динараның жылаған даусымен бұзылды. Асхат оның жанына барып қолынан ұстады. Кеттік, деді ол. Олар екеуі есікке қарай жүрді. Гүлмира соңғы сөзін айтты. Бір-біріңді қанша жақсы көрсеңдер де бақытты болмайсыңдар. Себебі сендер біреудің көз жасымен басталған махаббатсыңдар. Есік жабылды. Сыртта күздің салқын желі беттерін қарып өтті. Асхат пен Динара үнсіз көшеге шығып, бір-бірінің қолын қысып, бірақ көздері екеуінде де қайғы мен қорқыныш. Сол сәтте екеуі сезді. Осы махаббат енді оларды сақтамайды. Тек тырнағы батқан жара сияқты өмір бойы еске түсіп тұрады. Арада 4 жыл өтті. Динара да, Асхат та өз өмірлерін бір арнаға салуға тырысты. Динара қалаға көшіп күйеуімен бірге жаңа пәтерде тұрды. Ал Асхат басқа өңірге жұмыс бабымен барып, өзін толықтай іске арнады. Уақыт жараны емдейді дейді. Бірақ кей жаралар ешқашан толық жазылмайды, тек үсті қабыршықтанып қана қалады. Тек бір сәтте, бір есім, бір иіс, бір әуен сол жараны қайта жарақаттай алады. Бір күздің жайлы күнде Динараның ағасы үлкен мерейтой жасайтынын хабарлады. Отбасы мүшелері, туыстар, ескі достар бәрі жиналатын үлкен дастархан болмақ. Динара бұл кешті жай ғана отбасылық жиын деп ойлады. Мереке күні мейрамхана іші әдемі безендірілген, айналада күліп ойнаған адамдар, ескі әңгімелер. Динара қонақтарды қарсы алып жүргенде, кенет есіктің жанынан таныс бейнені көрді. Асхат. Ол баяғыдан бері өзгергендей. Сәл толығып кеткен, бірақ сол баяғы өткір көзқарас, сол баяғы жүрекке қадалатын жаны. Қара костюмде, қолында сыйлық қорабы. Динараның жүрегі дүрсілдеп кетті. Бір сәтке бәрі үнсіз қалғандай болды. Асхат та оны бірден таныды, бірақ жүзінде бір эмоция білдірмеуге тырысты. Асхат, деді біреу қуана. Бұл Динараның ағасы еді. Олар құшақтасып амандасты. Сөйтсе, Асхат ағасының бұрынғы досы екен, арнайы шақырылған қонақ болып шықты. Динара сәл артта тұрды, не істерін білмей. Олар көздерімен ғана амандасты. Жүрек бір сәтте өткен 4 жылды сызып тастап, қайта сол бір күндерге апарып тастағандай. Дастарханға отырғанда тағдыр тағы да ойнақ салды. Асхат пен Динара бір үстелдің қасында отырды. Араларында бірнеше адам болса да, олардың әр сөзді, әр қимылды сезіп отырғандары анық еді. Асхат көз қиығымен Динараға қарады. Динара да өзіне тыйым сала алмай, кейде оның жанарына көз тастап қоятын. Сырттай олар бөтен адамдардай көрінсе де, іштей бәрін түсініп отырды. Дастархан қызған шақта, музыкалық үзілісте Асхат орнынан тұрып, аулада таза ауа жұтуға шықты. Динара іштей біраз арпалыстан кейін бір сылтау айтып артынан шықты. Сыртта түнгі қала тыныш, аспанда жұлдыздар жарқырап тұр. Асхат темекісін тұтатып терең ойға шомып тұрған. Динара қасына келгенін сезсе де, бірден бұрылған жоқ. Неге келдің? Деді Асхат жай ғана. Сенің келетініңді білмедім, деді Динара ақырын. Білсем бәлкім келмес едім. Асхат жымиып қойды, бірақ жымиыстың артында мұң тұрды. Білесің бе, осы жылдар бойы сені кездестіргім келмеді. Өйткені мен әлі де сені ұмытпадым. Динараның көзіне жас келді. Асхат, біз бәрін білдірдік. Арты қайғымен бітетінін біле тұра, жүрегімізге тоқтау сала алмадық. Асхат оның жүзіне ұзақ қарады. Ал егер қазір мүмкіндік берілсе, бәрін қайта бастар ма едің? Динара көзін төмен түсірді. Жоқ, өйткені енді бәрі кеш. Бізде басқа өмір бар. Басқа адамдар бар. Екеуі де үнсіз қалды. Сол сәтте мейрамхана ішінен Динараның күйеуінің даусы естілді. Ол екеуін іздеп шыққан екен. Асхат сәл жымиып темекісін тастады. Бәрібір сен менің өмірімнің ең маңызды бөлігі болып қаласың, деді де мейрамханаға қайта кіріп кетті.
Динара орнында біраз тұрды. Жүрегі ауырып, бірақ ештеңе өзгерте алмайтынын біліп. Мерекеден кейін бірнеше күн өтті. Динара мен Асхат бір-бірін тағы да ойдан шығармай қойды. Кездесу екеуінің де жүрегін қайтадан жаралады, ескі сезімді оятты. Бір кеште Динара телефонына белгісіз нөмірден хабарлама алды. Ертең кешкі 8-де ескі саябаққа келші. Соңғы рет сөйлесейік. Асхат. Динара ұзақ ойланды. Көңілі бар ма деп тұрды, бірақ жүрегі бар деді. Өйткені кей әңгімелерді өмір бойы ішінде сақтап жүру жанға тым ауыр. Келесі кеш. Саябақ қараңғы, шамдар арасында әлсіз жарық қана. Күздің салқын желі жапырақтарды сыбдырлатып, ескі ағаштар баяу тербеліп тұр. Асхат орындықта отыр екен. Ол Динараны көрген сәтте орнынан тұрды. Біраз үнсіздіктен кейін жай ғана. Рахмет келгеніңе деді. Динара да жымиып қойды, бірақ көзінде мұң бар еді. Сен не айтқың келді? Асхат терең дем алды. Динара, мен өмірімде көп нәрсе көрдім. Бірақ сені кездестірген күнім ең ерекше күн болды. Сол күннен бастап менің тағдырым өзгерді. Мүмкін, бәрі қате болған шығар. Бірақ мен сені сүйгенім үшін ешқашан өкінген емеспін. Динараның жүрегі шым ете қалды. Асхат, сен білесің ғой, мен де ол сөзін аяқтай алмай көз жасын сүртті. Бірақ біздің жолымыз бөлек. Біз бір-бірімізді тек жүректе сақтауымыз керек. Асхат оның қолын ұстап ұзақ уақыт жібермеді. Егер өмір бізді басқа уақытта, басқа жағдайда тоғыстырғанда бәрі басқаша болар еді, иә. Динара басын изеді. Иә, бірақ тағдырдың өз заңы бар. Екеуі біраз үнсіз отырды. Айналадағы жел, шамдардың жарығы, алыстан естілген әлсіз әуен сол сәтті ерекше етіп тұрды. Асхат ақырын қолын босатып орнынан тұрды. Бұл біздің соңғы кездесуіміз, Динара. Мен сені енді іздемеймін. Бірақ сені ұмытпаймын. Динара да орнынан тұрды. Қош бол, Асхат, деді дауысы дірілдеп. Олар бір-біріне жақындап құшақтасты. Сол құшақтасуда бүкіл өткен жылдар, барлық сезім, өкініш пен бақыт, бәрі тоғысты. Сосын Асхат артына қарамастан кетіп қалды. Динара орнында ұзақ тұрды. Түнгі жел оның бетін сипап көз жасын құрғатты. Сол сәттен бастап олар бір-бірінің өмірінде болмады. Тек жүректің тереңінде айтылмаған сөздер мен естеліктер ғана қалды. Әңгіменің соңы. Арнама тіркеліп лайк басып комментарийда өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Қоңыраушаны басып қойыңыз, сонда менің оқыған әңгімелерімді бірінші болып тыңдай аласыз.